21 қатар жеті ілмекті қосқанда 6 ілмек осы тұспен тоқылады. 1, 2, 3, 4, 5 және 6 ілмекті ақ түспен тоқыламыз. Тоқпай аяқтаймыз. Келесі енді бізде 3 ілмегіміз ақ түспен тоқылады. Жасыл жіпті тартып, жасырып отырып, 3 ілмек ақ түспен тоқылып аламыз. 1, 2 және 3. Үшінші ілмекті жасыл түспен аяқтаймыз. Жіптердің орнына ауыстырып, ақ түсімізді тартып, қазір 5 ілмек жасыл түспен тоқып аяқтаймыз. Ақ жіп ілініп кетпесін бірге. 1, 2, 3 және 4 және 5. 5-ші ілмекті ақ түспен аяқтаймыз. Енді 4 ілмек бізде ақ түспен тоқылады. Ортаңғы 4 ілмек. 1, 2, 3, 4. 4-ші ілмек жасыл түспен аяқталады. Келесі бізде 5 ілмегіміз жасыл жіппен тоқылады екен. 1, 2, 3, 4 және соңғы 5-ші ілмегіміз ақ жіппен тоқылып аяқталады. Ақ жіппен тоқылып аяқтаймыз. Жіптерімізді ауыстырамыз. Келесі қараймыз. Бізде бұл жерде кезекті 3 ілмегіміз ақ жіппен тоқылады екен. 3 ілмекті ақ жіппен тоқимыз. 1, 2 және 3. Үшінші ілмекті жасыл жіппен тоқып аяқтаймыз. Енді ақ жіпті бергі бетке өткізіп, соңғы ілмектерімізді осы жасыл түспен тоқып аяқтаймыз. Барлығы бұл жерде 6 ілмек. 22-ші қатар. 22-ші қатарда шет ілмекті қосқанда барлығы бізде 11 ілмек осы жасыл түспен тоқылады. Және 11-ші ілмекті біз ақ түспен тоқимыз. Қараңыздар, яғни ақ түспен аяқтаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді осы тұсынан бастап ақ жібімізді тоқыманың арасына жасырып отырып, қалған 11 ілмекке дейін осылай жасырып тоқып аламыз. Бізде 6 ілмек тоқылды. Келесі 7 және 8 және 9 және 10 және соңғы 11-ші ілмек. Бұны ақ жіппен аяқтаймыз 11-ші ілмекті. Енді келесі кезекте ақ жіппен 2 ілмек оң тоқылады. Келесі ақ жіппен 2 ілмек тоқимыз. 1, 2. Бұл жерде 2 ілмекті, екінші ілмекті жасыл жіппен тоқып аяқтаймыз. Келесі қараймыз. Бізде 2 ілмек осы жасыл түспен тоқылады. 1, 2 және екінші ілмекті ақ түспен аяқтаймыз. Келесі жасыл жіпті жасырып отырып, 2 ілмек ақ тоқимыз. 1, 2 және екінші ілмекті осы жасыл түспен аяқтаймыз. Келесі жасыл түспен 2 ілмек тоқылады. Ақ жіпті тартып жасырып отырамыз. 1 және 2. Және екінші ілмекті ақ жіппен аяқтаймыз. Енді жіптерін орнына ауыстырып, келесі кезекте қараңыздар, ақ жіппен бізде 2 ілмек тоқылады. Яғни тоқымаға қарап отырамыз. Кестеге де 1, 2, екінші ілмекті жасыл жіппен аяқтаймыз да. Енді қараймыз. Ары қарай кестеге қарайтын болсақ, ақ жіп бізде қазір 1 ілмекке жасырылып тоқылатындай көріністе жатыр екен. Осы 1 ілмекке жасырып ақ жіпті тоқып аламыз. Енді ақ жіпті бергі бетке қалдырып, қалған 10 ілмекті жасыл түспен тоқып аяқтаймыз. Енді 23-ші қатарда жасыл түспен 10 ілмекті тоқып аламыз. Одан кейін 10-ші ілмекті ақ жіппен аяқтауды ұмытпаңыздар. Қазір ол тұсын бірге көрсететін боламын. Ол аралыққа дейін өздеріңіз тоқып алыңыздар. Яғни 9 ілмек тоқып алыңыздар. 9 ілмек тоқып алдым. Келесі 10-ші ілмекті
ақ жіппен тоқып аяқтаймыз. Біз ақ жіпті алып келіп аламыз осы тұсқа. Және ақ жіппен тоқып аламыз. Екі ілмек ақ түспен тоқылады. Бір және екі. Екінші түс жасыл түспен аяқталады. Келесі екі. Келесі жасыл түспен үш ілмек тоқылады. Ақ түсті жасырып отырамыз. Ақ жібімізді. Және үш ілмек. Бір. Екі. Және үшінші ілмекті ақ түспен тоқып аяқтаймыз. Жіптерін орнына ауыстырамыз. Енді ақ түспен екі жіп тоқылады. Екі ілмек тоқылады, яғни бір. Екі. Екінші ілмегін жасыл түспен аяқтаймыз. Енді ары қарай үш ілмек жасыл түспен тоқылады. Бір. Екі. Үш. Үшінші ілмекті ақ түспен аяқтаймыз. Енді ары қарай бізде екі ілмек ақ түспен тоқылады. Бір. Және екі. Екінші ілмекті жасыл түспен аяқтаймыз. Енді қараймыз. Ары қарай бізде барлық ілмек, демек соңына дейін жасыл түспен тоқылады. Бұл жерде ақ түсті жіпті бергі бетте қалдырамыз. Және ары қарай жасыл түспен тоқып аяқтаймыз. Міне ақ түсті жіпті бергі бетке өткізіп аламыз әрдайым. Және тоқыманың соңына дейін ендігі жасыл түспен аяқтаймыз. Келесі 24-ші қатарда осы жаңағы 23-ші қатардағы әдісте қайталанады. Яғни 10 ілмек осы жасыл түспен тоқылады. Келесі 2 ілмек ақ түспен тоқылады және одан кейін бізде осы ортасында ғана айырмашылық. Қазір сіздер осы міне 2 ақ ілмекті тоқып алғанға дейін өздеріңіз тоқып аласыздар. Және ұмытпаңыздар, 10-ші ілмекті ақ жіппен аяқтайсыздар және осы ақ жіптің екінші ілмегін жасыл жіппен аяқтайсыздар. Міне жаңағы тұсқа дейін тоқып алдым. Егер сіздер өздеріңіз қателесем десеңіздер, жаңағы 23-ші қатарды қарап отырып осы тұсқа дейін тоқып аласыздар. Енді ары қарай 2 ілмек жасыл түспен тоқылады. Ақ жібімізді тартып жасырып отырып, бір және екінші ілмек бізде ақ түспен аяқталады. Енді 4 ілмекті ақ түспен тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт. Төртінші ілмекті жасыл түспен тоқып аламыз. Енді ары қарай 2 ілмек жасыл түспен тоқылады. Ақ жіпті жасырып отырамыз. Бір және екінші ілмек ақ түспен тоқылып аяқталады. Енді ары қарай 2 ілмекті ақ түспен тоқимыз. Бір, екі. Екінші ілмекті жасыл түспен аяқтаймыз. Енді ары қарай біз жасыл түспен аяқтаймыз. Ол үшін ақ жібімізді бергі бетіне қалдырамыз да ары қарай қалған 10 ілмекті осы жасыл түспен тоқып аяқтаймыз. 25-ші қатардан ары қарай өте қарапайым тоқылады. 25-ші қатарда қараңыздар. Бастапқы осы жасыл жіппен 10 ілмекті тоқып алдым және 10-ші ілмектің төбесін ақ жіппен аяқтадым. Енді қазір ортадағы 12 ілмекті ақпен тоқимыз. Одан кейін қалған 10 ілмек жасыл түспен тоқылады. Алдыңғы қатарды, алдыңғы 2 қатарды қайталап отырып, 10 ілмек жасыл түспен өздеріңіз тоқып аласыздар. Одан кейін 10-ші ілмекті ақ түспен аяқтайсыздар. Келесі 12 ілмекті осы ақ түспен тоқимыз. Жасыл жіпті ортасына қалдырып отырып, 1, 2, 3. Міне, жасыл жіпті тартып отырып, ақ жіппен барлығы 12 ілмек тоқып аламыз. Міне, 12-ші ілмекке келдім. 12-ші ілмекті жасыл түспен тоқып аяқтаймын. Енді ақ жіпті бергі бетте қалдырамын да ары қарай соңына дейін осы жасыл түспен тоқып, бұл қатарды да аяқтаймыз. Міне, өте қарапайым, өте оңай тоқылады. Енді келесі 26-ші қатар. Шек ілмекті қосқанда барлығы 11 ілмек осы жасыл түспен тоқимыз. Қараңыздар, мен 10 ілмекті тоқып алдым. Келесі 11-ші ілмекті ақ түспен аяқтаймын. Сіздер де дәл осылай өздеріңіз тоқып аласыздар. Соңғы 11-ші ілмекті ақ түспен аяқтаймын. Ары қарай 10 ілмек менде осы ақ түспен тоқылады. Бұл кезде жасыл жіпті жасырып отырамыз. Қарапайым әдіспен санап отырып 10 ілмекті ақ түспен тоқып аламыз. Және соңғы 10-ші ілмектің төбесін жасыл жіппен аяқтаймыз. Міне 10 ілмекті ақ түспен тоқып алдым және соңғы 10-ші ілмектің жасыл түспен аяқтадым. Енді ақ түсті жіпті бергі бетіне қалдырамыз да ары қарай қалған ілмекті осы жасыл түспен тоқып бұл қатарды аяқтаймыз. Келесі 27-ші қатар. Бұл жерде біз шек ілмекті қосқанда барлығы 12 ілмекті жасыл түспен тоқуымыз керек. Мен енді 11 ілмекті тоқып алдым. Қазір 12-ші ілмекті бірге тоқимыз. Қараңыздар. Сол бір әдіспен 12-ші ілмекті тоқып,
тек бұл жерде ақ түспен аяқтаймыз. Міне 12-ші ilmегіміз. Енді ары қарай 8 ilmek ақ түспен тоқылады. Бұл жерде жасыл жіпті жасырып отырып 8 ilmek тоқып аламыз. 2, 3, 4. Ары қарай өздеріңіз аяқтайсыздар деген ойдамын. 8 ilmekке дейін тоқимыз. 8-ші ilmектің төбесі жасыл түспен аяқталады. Міне 8-ші ilmекке келдім. 8-ші ilmekті жасыл түспен аяқтаймын. Және жіпті бергі бетте қалдырып, ары қарай қалған 12 ilmekті осы жасыл түспен тоқып, бұл 27-ші қатарды да аяқтаймыз. Келесі 28-ші қатарда шеткі ilmekті қосқанда барлығы 14 ilmekті осы жасыл жіппен тоқимыз. Қазір ақ жіпті қалай алып келіп алатынымызды көрсетемін. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Келесі міне 11, 12. Және қараймыз, ақ жібіміз бар. Ақ жібімізді қосып 13-ші 14-ші ilmekті тоқып аламыз, яғни жасырып отырып ақ жіпті. Келесі 13 және 14. 14-ші ilmekті ақ жіппен тоқып аяқтаймыз. Енді жасыл жіпті жіберіп, ақ жіппен біз жасыл жіпті тартамыз. Жасыл жіпті жасырып отырып 4 ilmek ақ түспен тоқимыз. 1, 2, 3, 4. 4-ші ilmekті жасыл түспен аяқтаймыз. Жасыл жіпті тартып аяқтаймыз. Енді бұл жерде ақ түсті жіпті бергі бетте қалдырып, ары қарай тоқыманы осы жасыл түспен аяқтаймыз. Ақ түсті тоқыманың бергі бетіне ауыстырып қойып алуды ұмытпаймыз. Енді 29-ші қатар жаңағы 28-ші қатардағы әдістер қайталанады, тура сол сияқты тоқылады. Яғни 14 ilmekті жасыл түспен тоқып аламыз. Мен міне 13 ilmekті тоқыдым. Келесі 14-ші ilmek және бұл 14-ші ilmekті ақ жіппен аяқтаймыз. Қараңыздар, жасыл жіпті бергі бетіне қалдырамыз. Ақ жіп бізде ендігі келіп тұр. Жай ғана ақ жіпті іліп алып 14 ilmekті тоқып аламыз. Енді ары қарай 4 ilmek ақ түспен тоқылады. Бұл жерде жасыл жіпті жасырып отыруды ұмытпаңыздар. 1, 2, 3 және 4. 4-ші ilmekті жасыл түспен тоқып аяқтаймыз. Енді жіпті бергі бетіне қалдырып, ары қарай 14 ilmegімізді осы жасыл түспен тоқып аяқтаймыз. Міне соңғы 30-ші қатарға да келдік. 30-ші қатарда шеткі ilmekті қосқанда барлығы 15 ilmek жасыл түспен тоқылады. Мен ендігі 14 ilmegімді тоқып алдым. Қазір соңғы 15-ші ilmekті бірге тоқимыз. Келесі 15-ші ilmek және бұл ilmekті ақ түспен тоқып аяқтаймыз. Енді ортадағы 2 ilmekті Енді жасыл түсті жасырып отырып, ортадағы 2 ilmekті ақ түспен тоқып аламыз. 1 және 2. Екінші ilmekті жасыл түспен тоқып аяқтаймыз. Енді ары қарай біз жасыл түспен тоқып аяқтаймыз. Бұл жерде ақ түсті түгел осы тоқыманы бойына ұстап отырып, соңына дейін тоқып аламыз, жасырып отырып, және соңында қиып тастаймыз. Ендігі біз бұл оюды ақ түсті тоқумен аяқтадық. Ары қарай өздеріңіз тоқып алдыңыздар деген ойдамын. Ақ түсті жаңа айтып кеткендей жасырып отырып тоқып аласыздар. Міне 30-ші қатарда аяқталды. Енді қараңыздар, ақ түсті қимай тұрып, кішкене тоқымаларыңызды осылай тартып жөндеп аласыздар. Ешқандай жерінде бос қалмасын және құр тартылып қалмасын. Одан кейін ақ жіпті қиясыздар. Ақ жіпті қиғаннан кейін жасыл жіппен бір қатар барлық 32 ilmekті тоқып шығасыздар аяғына дейін. Міне дәл осы басталған тұсы сияқты осы бір қатарды жасыл түспен тоқып аласыздар. Міне мен соңғы бір қатарды осы жасыл түспен тоқып аяқтадым. Ақ жіп міне жасырылған көрініп тұр, қай жерде көрінісі. Енді қараңыздар, соңғы ilmek қалды менде. Соңғы ilmekті тоқып аламын. Және жіпті бірден тартып шығарып алсақ болады, бірақ мен осылай тағы да бір іліп аламын да, одан кейін барып қана жібімді тартамын. Бұл жерде мен ендігі жіпті қиып алған болатынмын. Міне осылай тартып аяқтаймыз қатарды, соңғы қатар яғни. Міне осымен соңғы қатарымызды тоқып аяқтадық. Мына тұста ақ жіпті мен қараңыздар осы ұшынан қиып тастаған болатынмын. Міне көрініп тұр ұшы. Кейін бұны булағаннан кейін кішкене бұл тұсы түзеліп қатты білінбей тұрады. Мен жуғаннан кейін мүмкін қосымша булайтын шығармын, оны алдағы уақытта тағы да қосымша бөлісіп кетемін. Осымен біздің шеберлік сабағымыз аяқталды. Өздеріңіз осы видео арқылы осындай әдемі оюлы кескін тоқып алып, керектеріңізге жаратасыздар деген ойдамын. Бұл кескінмен түрлі заттар тоқуға болады. Білет тоқуға болады, кардиган, немесе жилет, немесе жемпір деген сияқты. Мен енді алдағы уақытта нақты не тоқитынымды қазір белгісіз. Тоқып жатсам, сіздермен міндетті түрде бөлісемін. Баршаңызға рахмет, қолдарыңызға қуат. Ойдағыдай осындай оюлы кескін тоқып аласыздар деген ойдамын. Ал құрметті ханымдар, сіздер сұрадыңыздар,
мен сіздердің сұраныстарыңызды орындадым. Сол себепті маған рахмет ретінде арнаның дамуына да қол ұштарыңызды созып жіберулеріңізді сұраймын. Шеберлік сабақ егер пайдалы болса, саусақтарыңызды жоғары қойып, астына кез келген лебіз қалдырып кетсеңіздер, мен де қуанып қалатын едім. Алға қарай менде басқа шеберлік сабақтар түсіруге деген шабытым ашылатын еді және арнамның дамуына да үлес қосатын едіңіздер. Баршаңызға рахмет. Келесі сабақтарда кездескенше сау болыңыз.